Сәлем, 5-ші нұсқа математика тест есептерін талдайтын боламыз. Бұл видеода есептерді шығарудың тиімді әрі нақты жолдарын үйрететін боламын. Сол себепті алдағы уақытта тест келген кезде, тестте дәл осы есептер келмесе де, осыған ұқсас есептер келеді. Сондықтан шығару жолын жақсылап меңгеріп алсаңдар, осыған ұқсас есептерді шығару өте оңай болады. Бірінші, алтын мен күмістің қоспасынан қорытпа дайындалды. Ондағы алтынның массасының күмістің массасына қатынасы 3-тің 5-ке қатынасындай дейді. Яғни қараймыз, алтын бұл жерде 3х деп белгілейміз, ал күмісті 5х деп белгілейміз. Өйткені 3-тің 5-ке қатынас деп тұр. Қатынас келетін болса, міндетті түрде алдына қандай да бір әріпті тіркеп жазып қоямыз. Ал енді қорытпадағы күміс алтыннан 12 грамм артық дейді. Яғни алтынның массасына мен 12-ні қосатын болсам, күмістің массасы шығады. Міне осылай теңдеу құрастырып аламыз. Енді осы жерде қорытпаның массасы неше грамм дейді, және қорытпадағы алтын неше грамм дейді, жеке-жеке есептеп табамыз. Ол үшін 5х-тен 3х-ті азайтатын болсам 2х болады, тең 12-ге. Осыдан х-тен 6-ға деген шығады. Алтынның массасын табу үшін 3-ті 6-ға көбейтеміз 18, күмістің массасын табу үшін 5-ті 6-ға көбейтеміз 30. Екеуін қоссақ 48 болады. Жалпы қорытпаның массасы 48 грамм, ал алтынның массасы 18 грамм. А нұсқасы. Келесі, ұзындығы 18 метр, ені 0,175 метр матадан 15 жастық тысы тігілді. Яғни жастықтың тысы деген жастықтың сыртына киілетін нәрсе, жастықтың сырты. Ені 1,2 метр матадан 22 жастық тысын тігу үшін ұзындығы неше метр мата керек дейді. Бұл жерде, ең бірінші бұл жерде матаның аудан тауып алуымыз керек. Аудан табу үшін біз ұзындығымен енін көбейтеміз, яғни 18-ді көбейтемін, 0,75 деген сол 4-тен 3. Яғни осыдан менден 15 жастық тігіліпті. Жастықтың сырты тігілген. Енді ені 1,2 болатын дейді. Ені 1,2 болатын матадан 22 жастық тысын тігу үшін дейді, жастықтың астына жастық тысын жазамыз, осылай. Ал енді осының ұзындығы қанша дейді? Ұзындығы бізде х болып тұр. Осылай пропорция құрастырып аламыз. Енді мына жерден 18 бен 4-ті қысқартатын болсақ, мына жерде 2 қалады, мына жерде 9 қалады. Осы жерден ықшамдайтын болсақ, 9-ды 3-ге көбейтеміз 27, бөлімінде 2 бар. Осыдан бізден 15 жастықтың тысы тігіліпті. Енді мына жерде 1,2х ол бізден 22. Осы жерден х-ті табуымыз керек. Х-ті табу үшін қарама-қарсы тұрған сан астына жазылады. 15 деп қалған екеуі бөлшектің алымына көбейтіліп жазылады. Міне осылай. Сосын мына 1,2-ні көбейту деп бөлшектің бөліміне түсіріп тастаймыз. Міне 2 мен 22 қысқарып кетеді. Мына жерден 11 қалады, ал енді 27 мен 15-ті қысқартуға болады 3-ке. Мына жақта 9, мына жақта 5 қалады. Ал енді 5 пен 1,2-ні көбейтсек 6-ға тең болады. Яғни мына жерден 9 көбейту 11 қалып тұр алымнан. Ал енді 9 бен 6-ны қысқартуға болады 3-ке. Мұнда 2, мұнда 3 қалады. Демек, алымы 33, бөлімі 2-ге тең. Бөлетін болсақ, 16,5-ке тең. Ол бізде С нұсқасы екен. Осы жерден көбелек әдісін қолданамыз. Яғни 0,4-ті көбейтеміз 3х қосу 15-ке. Ол тең болады 3-ті көбейтеміз 5,6-ға. Осы жерден 0,4 пен 5,6-ны қысқарып тастауға. Мына жақта 14 қалады. Сонда 3х плюс 15 тең 3 пен 14-тің көбейтіндісі 42. 3х тең 15-ті минус деп өткізетін болсақ 27. Осыдан х-тен 9 деген жауапты аламыз. Б нұсқасы. Келесі 4-ші есепте. Масштабы мына түрде берілген картада Алматы мен Астананы қосатын кесіндінің ұзындығы 17 мм. Қалалардың жер бетіндегі арақашықтығы неше километр дейді. Енді 1 бөлу, мынау қанша? 60 миллион ба? 1 бөлу 60 миллион дегеніміз, демек картада екі қаланың арақашықтығы 60 миллион есе кішірейтіліп салынды деген мағынаны береді. Яғни масштабты өлшеген кезде міндетті түрде ол сантиметрмен өлшенеді. Сол үшін ең алдымен бізде 17 миллиметрді сантиметрге айналдырып алуымыз керек. Ол бізде 1,7 сантиметр болады. Өйткені 1 сантиметрде 10 миллиметр бар, сондықтан берілген өлшемді біз 10-ға бөлеміз. Ал енді шынымен де жер бетіндегі өлшемін табу үшін мен оны 60 миллионға көбейту керекпін. Сонда 1,7 көбейтемін 60 миллионға. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне, көбейтетін болсам 102 миллион деген шығады. 102 миллион бұл бізде сантиметр. Ал енді сантиметрді километрге айналдыру үшін мен 5 нөлін алып тастаймын. Сонда жауап болады 1020 километр. Ол бізде Б нұсқасы. Кітапта 132 бет бар дейді. 132 бет бар. Бір бетте 40 жол бар дейді. Көбейтейік. 40 жол бар. Және әр жолда 27 әріптен бар дейді. 27 әріп.
Бұл не үшін көбейтіп жатырмыз? Өйткені бір кітапта барлығы қанша әріп бар екенін табуымыз керек. Общий бәрі басынан аяқ қанша әріп бар екен. Енді, егер бір бетте 48 жол болса дейді, бір бетте 48 жол болса, жолдың астына жолды жазайық. Сосын бір жолда 30 әріптен болса, яғни 30 әріп болса дейді. Осы кітапта неше бет бар дейді. Беттің астына бетті жазамыз. Яғни осылай болып тұр. Енді мына кітапта барлығы қанша әріп бар екен тауып алу керек. Ең бірінші 132-ні көбейтеміз 40-қа, оны көбейтеміз 27-ге. Болады 142.560. Яғни мынауымыз деп бізде 142.560 болу керек. Сонда x-ті тапсақ жеткілікті екен, яғни 48 бен 30-ды көбейтеміз. 1140 болады. X-ті табу үшін 142.560-ды 1440-қа бөлеміз. Сонда 99 шығады екен. Жауап Д. 6-шы есеп. Әрбір көршілес екеуінің бір-бірінен ара қашықтығы 4,2 метр болатын 77 қада бар. Осы қадаларды әрбір көршілес екеуінің бір-бірінен ара қашықтығы 3,8 метр болатын неше жаңа қадамен алмастыруға болады дейді. Енді қараймыз. 4,2 метр ара қашықтықта 77 қада бар дейді. Яғни бірінші тұрған қадамен 77-ші орында тұрған қаданың ара қашықтығын табу үшін мен ең алдымен осы 4,2-ін 76-ға көбейтемін. Өйткені не үшін 76? Өйткені мына бірінші нулевой орындағы тұрған сан ол есептелінбейді. Сонда көбейтетін болсам 319,2 метр шығады. Яғни барлығы бірінші қада мен 77 қаданың арасындағы ара қашықтық 319,2 метрге тең екен. Ал енді осы ара қашықтыққа арасы 3,8 метрден орнататын болсам қадаларды, онда соның саны қанша болады деп тұр ғой. Сонда 319,2-ні бөлемін 3,8-ге. 84 шығады. 84 именно бірінші нулевой орында тұрған бір қаданы қосамын, сонда жалпы 85 қада орналасады екен. Түсіндікті, иә? Ары қарай 7-ші есеп. 7-ші есепте есептеңіз деп тұр. Бұл жерде біз терімділік қасиетін пайдаланамыз. Яғни бізге есептеуге қайсысын теріп алған тиімді. Ең бірінші қайсын есептеген тиімді, солмен жұмыс жасаймыз. Ең бірінші, мына жерде минус 3-тен 1 және минус 15-тен 1, яғни бөлімдерін бірдей келтіруге болады, оп-оңай. Ол жерде минус 3-тен 1, минус 15-тен 1. Яғни минусты алдына шығарып жіберіп, біз мына екеуін қосамыз. Ортақ бөлім беретін болсақ, мына жаққа 5-тен. Сонда 15-тен 5 қосу 15-тен 1 тең болады минус 15-тен 6. Қысқартамыз 3-ке. Сонда минус 5-тен 2 деген жауапты аламыз. Бұл 5-тен 2 ондық бөлшек түрінде минус 0,4-ке тең. Екінші тәсіл 0,9-дан азайтамын 0,4-ті. Тең болады 0,5. Үшінші 0,5-ке қосам 0,175-ті. Ол болады 1,125. Келесі 4-ші амал, яғни мына жақшаны орындаймыз, 2-ден 1 деп аламын, 1-ден 0,5-ті. Азайту 6-тан 1. Ортақ бөлім 6-тан береміз. Сонда 6, мына жерде 3, 1-ді азайтсақ 2. Екеуін қысқартатын болсақ 3-ден 1. 5-ші амалда менде бірінші жақшадан 1,125 шықты ғой, оны ұрыс бөлшекке айналдыратын болсақ 4-тен 5 болады. Мына жерде бөлу амал тұр, 1-ден көбейтуге ауыстырам. Көбейту, мына 3-тен 1 дегенді 1-ден 3 деп ауыстырам. Және көбейту, мына жерде 12-ден 5 дегенді 5-тен 12 деп орын ауыстырам. Көбейту кезінде орын ауысады. 5 пен 5-ті қысқартамыз. 12 мен 4-ті қысқартамыз, мына жақта 3. Сонда 3 пен 3-тің көбейтіндісі 9. Жалпы алымнан 9 деген сан шықты. Келесі амал, 6-ші амал. Бөлімін есептейміз. Бөлімінде ең бірінші мына 7-тен 5-ге 14-тен 11-ді қосып аламыз. Сонда мына жаққа 2-ден беретін болсақ, 14-тен 21 шығады. 7-ге қысқартам, сонда 2-ден 3 болады. Ал 2-ден 3 деген сол 1,5. Келесі 7-ші амал, 1,5-тен азайтамын 0,4-ті болады 1,1. Келесі екінші жақшаны орындаймыз. 8-ші амал, 3-тен 2-ден азайтамыз 15-тен 7-ні. Мына жаққа 5-тен береміз, сонда болады 15-тен 3. 3 пен 15-ті қысқартамыз, 5-тен 1 деген қалады. Ары қарай, бұл 5-тен 1 дегеніміз ол 0,2 ондық бөлшек түрінде. Не үшін ондық бөлшекке айналдырып? Өйткені мына жерде 0,8 деп тұр, яғни 0,2-ге келесі амал 9-шы. 0,2-ге қосамыз 0,8-ді қоссақ 1-ге тең. Келесі 10-шы амал. Енді осы үшеуін бөлуді орындаймыз. Бізде мына жақшадан не шықты? 1,1 шықты ғой, оны 10-нан 11 деп жазуға болады. Көбейту, мына екінші жақшадан 1 шықты, оны жазбаймыз. Ал енді мына бөлу 2,5-тен 1 деген тұр ғой, оны 5-тен 11 деп жазамыз да, бірақ орнын ауыстырамыз. 11-ден 5 деп мына. 11 мен 11 қысқарады, 10 мен 5 қысқарады, онда 2, сонда 2-ден 1. Бөлімінен 2-ден 1 шықты. Сонда ең соңғы амал
9-ды бөлеміз 2-ден 1-ге. Санды жартыға бөлген кезде сан 2 еселеніп кетеді. Демек 18-ге тең. Б нұсқасы. Келесі 8-ші есеп. Формула бізде 60S азайту 11M. Яғни бұл формула бізде сағаттық тіл мен минуттық тіл арасында бұрышты өлшейтін формула. Бұл орнына апарып қоя береміз. Сағаттық тіл бұл жерде 2-ге тең, ал минуттық тіл 55-ге тең орнына қоямыз. 60 көбейту 2 азайту 11 көбейту 55 бөлу 2 тең. 120 азайту 605 бөлу 2 тең. 485-ті 2-ге бөлеміз. 242,5 градус деген бізде С нұсқасында тұр екен. 9-ші есеп. Бірінші сыныптағы 160 оқушы бастауыш сынып оқушыларының 25%-дай. 25% дегеніміз ол 4-тен 1 бөлік. Бастауыш сынып оқушылары мектептегі барлық оқушылардың 40%-ын құраса дейді. 40% деген сол 10-нан 4. Мектепте барлығы неше оқушы бар дейді. Ең бірінші бөлігі бойынша санды тапқан кезде, яғни 4-тен 1 бөлігі 160 болатын санды табамыз. Ол үшін 160-ты 4-тен 1-ге бөлеміз. Сонда бастауыш сыныптағы оқушылар саны шығады. 160-ты көбейту деп орын алса, 4-ге көбейтіп жіберсек 640 шығады. Ал енді осы 640 ол бастауыш сынып оқушылары, ал енді осы бастауыш сынып оқушылары бүкіл мектептегі оқушылардың 40%-ын құрайды екен. Тура сол сияқты 640-ты да көбейтемін 4-тен 10-ға. Мәне, түсінікті болды ма? Мына екеуін орнына ауыстырдым көбейтіп. Сонда 640 пен 4-ті қысқартамыз. Мына жақта 160 болады. 160-ты 10-ға көбейтсек 1600 шығады. Яғни мектепте барлығы 1600 оқушы бар екен. Келесі 10-ші есеп. Пропорциямен шығарамыз. Яғни 1,17x-ті көбейтеміз 8-ге, 7,2 көбейтеміз 3,9-ға. Яғни көбелек әдісін қолдандық. X-ті табу үшін 7,2 көбейтеміз 3,9-ға. Сосын бөлеміз 1,117 мен 8-дің көбейтіндісіне. Барлығын қазір мен бүтін санға айналдыратын болсам, мынаны 10-ға көбейтем, мынаны 10-ға көбейтем, астын 100-ге көбейтем. Өйткені алымы 100-ге көбейтіліп тұр, мына бөлімін 100-ге көбейтсек, сонда барлығы теңесіп кетеді. Сонда 72 көбейту 39 бөлімінде 117 көбейту 8 деп жазуға болады. 72 мен 8 қысқаратында 9 қалады, 39 бен 117-ні қысқартамыз, мына жерде бөлімінде 3 деген қалады. Сонда 9-ды 3-ке бөлсек, жауап 3 шығады. Ол бізде Д нұсқасы. Автомобиль 1 сағат 15 минут уақытта екі қаланың арасындағы қашықтықтың 25%-ын жүрді. Яғни 4-тен 1-ін жүрді. Автомобиль осы жылдамдықпен екі қаланың арасындағы қашықтықтың 80%-ын неше сағатта жүреді. Яғни 80% бұл жерде 5-тен 4. Соны жазамыз. Ең алдымен 1 сағат 15 минутты минутқа айналдырып алайық. Яғни 75 минут болады. 75 минутта ол жолдың 4-тен 1-ін жүрсе, онда қанша уақытта 5-тен 4-ін жүреді деген осындай сұрақ. Осы жерден пропорция құрастырамыз. X-ті табу үшін X-ке қарама қарсында тұрған сан бөлшектің бөліміне жазылады, бұл бөлі болып кетеді, ал мына екеу көбейтіледі. Сонда 75-ті көбейтемін 5-тен 4-ге, көбейту деп мына екеуін орнына ауыстырамын. 1-ден 4 деп міне. 75 пен 5 қысқарады. 15 болады. 15 4-4-тің көбейтіндісі 240 болады. Бұл 240 бізде минут. Ал енді 240 минутты мен сағатқа айналдыратын болсам, оны не істеймін? 60-қа бөлу керекпін, яғни 4 сағат деген жауапты аламыз. Бізде А нұсқасы. 15 оқушы көркем өнерпаздар үйірмесіне қатысады. Олардың ішінде 9 оқушы домбыра тартады. 10 оқушы өлең айтады, неше оқушы домбырада тартады, өлеңде айтады дейді. Бұнда есептер шығарған кезде 10 мен 9-ды қосамыз, 19 болады да 15-тен азайтып тастаймыз. 10-ға 9-ды қосамыз, сосын 15-ті азайтып тастаймыз. Бізде 4 оқушы деген шығады екен. Б нұсқасы. 13-ші есеп. Айдос мектептен үйге сағат 2-ні көрсетіп тұрғанда келді дейді. Яғни Айдос 2-де келді дейді. Түнгі емес, обедке 2-ні жазайық, 14:00-де. Одан кейін Самал келеді, бірақ Айдостан 20 минут бұрын келеді. Ол сонда 13:40-та келеді. Одан кейін Шынар келеді. Шынар Самалдан жарты сағат кейін келеді десек, мына 13:40-қа 30 минутты қосатын болсақ, 14:10 болады. Сонда Самал үйге неше сағатта келді, Шынар неше сағатта келді. Сонда Самал 13:40-та, Шынар 14:10-да бізде А нұсқасы. 14-ші есеп теңдеуді шешіңіз. Модульмен берілген есепте міндетті түрде 2 түбірі болады. Сол түбірлерді анықтаймыз. Ең бірінші бізге кедергі жасап тұрған плюс 0,45-ті минус деп өткізіп аламыз. Сонда 3,4 модульді n тең 3-тен 0,45-ті азайтатын болсақ, 2-де 55 шығады. Ал содан n-ді табу үшін 2-де 55-ті бөлемін 3,4-ге. Сонда модульде n тең болады
0,175. Ал енді n тең минус 0,75, n тең плюс 0,75 деп біреу минуспен, екіншісін плюспен ашамыз. Ол бізде А нұсқасы. Келесі, x-тің бүтін сан мәнін табыңыз дейді. Яғни минус 8,5 пен минус 7,125-тің арасында минус 8 саны бар, бүтін сан болды. 16-шы есеп. Есептеңіз. Бұл есепті де терімділік қасиетін пайдаланамыз. Бізге ең тиімдісі. Қазір мынаны ондық бөлшекке айналдыратын болсам, 33,2 болады. Мынаны ондық бөлшекке айналдыратын болсам, 59,175 болады. Яғни мен қазір мына екеуін қосып алам бірінші. Екеуі де минус болып тұр, минус болған кезде алдына минус таңбасын шығарып, сандарын қосамыз. Сонда 26,8-ге қосамын 33,2-ні. Ол болады 60-ға тең, яғни минус 60 болады. Одан кейін мынаны қосам. 59,175-ге қосамын 40,125-ті. Ол 100-ге тең болады, яғни минус 100. Екеу минус 60, минус 100 болған кезде, минус 60, минус 100, ол тең болады минус 160. А нұсқасы. Келесі, қосындының мәнін табыңдар. Бұл жерде де біз нақты терімділік қасиетін қолданамыз. Яғни біз мына екеуін бірінші қосып алайық, өйткені бөлімдері бірдей болып тұр. 2,15-тен 4-ге қосамын 39,15-тен, мына жерге 1-ден 3 деп кететін болсақ 9-ды. Сонда 41,15-тен 13 деген жауапты аламыз. Яғни бұл бізде минуспен шығады, өйткені 2 теріс сан қосылып тұр. Енді осыдан мына минус 32-ін азайтам. Минус 32. Яғни екеуі бірге де минус болған кезде мына екеу қосылып кетеді. 41-ге 32-ін қоса салу бізге өте оңай. Сонда 73,15-тен 13 деген жауапты аламын. Ары қарай минус 73,15-тен 13-ке 72,3-тен 2-ні қосамыз. Ортақ бөлім 15 қой. Мына жерге 5-тен беретін болсақ, сонда 73,15-тен 13-тен азайтамын 72,15-тен 10-ды. Өйткені үлкен сан менде мынау болып тұр, Мынау минус 73,15-тен 3 болған үшін үлкеннен кішісін азайтамда, бірақ шыққан жауабының алдына минус таңбаны қоямын. 1,15-тен 3 деген жауапты аламын. Мына жерде қазір қысқартамын. 3-ке, мына жерде 5, мына жерде 1 қалады. Сонда минус 1,2. Ал енді 9,6-дан азайта салам 1,2 болады 8,4. Б нұсқасы. Келесі, өрнекті ықшамдаңыз, y-терді жеке қосамыз, y-ті жоқтарын жеке қосып есептейміз. Так, 3 пен 5-тің ортақ бөлімі 15, мына жерге 5-тен, мына жерге 3-тен беремді. Сонымен 5-ке 8-ді қосатын болсақ 13, бірден жазайын. 15-тен, мына жерде 10, мына жерде 9, 19 болады. 15-тен 19 бұрыс бөлшек, аралас санға айналдыратын болсақ, мынаны аралас санға айналдырсақ, 1,15-тен 4 болады. Ал енді мына 1,-ін мына жаққа бүтін бөліміне қосып беремін. Сонда 14,15-тен 4 y. 14,15-тен 4 y деген бізде С нұсқасында ғана тұр екен. Қалғанын сандарын есептемей қойсақ болады. Келесі, жақшаларды ашып, ұқсас қосылғыштарды біріктіріңіз дейді. Яғни мына екеуін ашамыз, көбейтеміз 20x, 5-ті y-ке көбейтем плюс 5y, минус 2-ін x-қа көбейтсек минус 2x, минус 2-ін минус y-ке көбейтсек плюс 2y. Тен, арғарай ықшамдаймыз. 2 мен минус 2-ін азайтатын болсақ, бұл жерде 18x болады, 5y-ке 2y-ті қоссақ плюс 7y болады. Ол Д нұсқасы. 20-шы есеп, өрнекті ықшамдаңыз дейді. Бұл жерде де фонтанчик әдісін қолданып, жақшаларды ашып шығамыз. 3-ті 1,6x-қа көбейтсек 4,8x, азайту 2,1y, минус 1,8x плюс 0,1y. X-терді есептейміз. 4,8-ден 1,8 азайтсақ 3x болады. Минус 2,1 плюс 0,1 ол минус 2y-ті береді. Ол бізде А нұсқасы. Келесі 21-шы есеп. Осылай сатылы бөлшек келген кезде біз ең төменгі бөлшегінен бастап есептейміз. Сонда 2 азайту 4-тен 3, мына жаққа 4-тен береміз. Сонда 4, мына 8, 8-ден 3 азайтсақ 5. Ал енді мына 4 астында тұрған, мына жерге бірге көбейтіліп кетеді. Сонда бізде мынадай өрнек шығады. Ол жерде 4 азайту 5-тен 4 деген. Мына жаққа 5-тен береміз. Сонда 5, мына 20-дан 4 азайтсақ 16. Ал енді мына 5-іміз мына жерге 4-ке көбейтіліп кетеді. Сонда мынандай өрнек шығады. 6 азайту 4 көбейту 5 бөлімінде 16. Мына жерде 16 мен 4-ті қысқартамыз, мына 4 болады. Сонда мына жаққа 4-тен беретін болсақ, 4, мына 24-тен 5-ті азайтамыз, 19. Міне түсінікті. Ал енді мына 4-іміз мына жердегі 19-ға көбейтіледі. Сонда 8 азайтылған бөлімінде 19, алымында 19 көбейту 4 деген.
Сонда мына 9 бен 19 қысқарып кетеді. Сонда 8-ден 4-ті азайтсақ 4 деген жауап шығады. Демек бізде астында 4, үстінде 1, бұл бізде 0,25-ге тең. А нұсқасы. Келесі теңдеуді шешіңіз дейді. Бұл жерде де фонтанчик әдісін қолданамыз. Яғни 42x азайтылған 66, азайтылған 13x плюс 78. Бұл жерде ең ескеретін нәрсе, егер мына жерде минус болатын болса, мына жақта минусқа әсер етеді. Соны жақсылап есте сақтап қалайық. Осы жерден шатасып кетпейік. Екі теріс санның көбейтіндісі оң сан болады. Ары қарай 28x плюс 14. 42-ден 13-ті азайтамыз. 29x. 66 плюс 78 плюс 12 тең 28x плюс 14. 28-ді минуспен өткіземін. Сонда x болады 1x. 14-тен 12-ні азайтатын болсам 2 болады. Жауап Б. Ұзындығы 12 см тіктөртбұрыш берілген. Қабырғасы осы тіктөртбұрыштың енінен 1 см кем, квадраттың периметрі берілген. Тіктөртбұрыштың периметрінен 10 см кем. Тіктөртбұрыштың периметрі неше сантиметр дейді. Қараймыз. Мына жерге бізге тіктөртбұрыш берілген бір фигура. Және де екінші квадрат берілген, екінші фигура. Мына тіктөртбұрыштың ұзындығы 12 см екен. Қабырғасы осы тіктөртбұрыштың енінен дейді. Яғни тіктөртбұрыштың ені бізге белгісіз. Осы тіктөртбұрыштың енінен 1 см кем квадрат берілген дейді. Мына x минус 1. Яғни мына тіктөртбұрыштың енінен 1-ге кем бізде квадрат берілген. Яғни ол квадраттың қабырғасы x минус 1 деп белгілейміз. Осы квадраттың периметрі, осының периметрі бізге неге тең болады? 4x минус 1-ге тең болады ғой. Өйткені қабырғасын 4 еселейміз. Осы периметр мына тіктөртбұрыштың периметрінен дейді. Тіктөртбұрыштың периметрі ол қандай? 2a плюс b. Яғни бұл жерде не болып тұр? Периметр тең 12 мен x-ті қосып 2 еселегенге тең болып тұр. Яғни осыдан 10 сантиметрге кем деп тұр. Демек, мына жақтағы периметрге мен 10-ды қосатын болсам, мына жақтағы периметрмен теңеседі екен екеуі. Сонда 12 қосылған x тең 4x минус 1 плюс 10 деп теңдеу құрастырып аламыз. Сонда тіктөртбұрыштың периметрі неше сантиметр дейді, мынаның периметрін табуымыз керек. Мынаны. Ол үшін мен x-ті тауып алуым керек, жеткілікті, осы жерден x-ті аламыз. Жақшаларды ашып шығайын. 24 плюс 2x тең 4x минус 4 плюс 10. 2-ні минус деп өткізетін болсам 2x болады, тең 24-ке 4-ті қоссам 28, одан 10-ды азайтатын болсам 18. Осыдан x-тен 9 деген шығады. Демек, тіктөртбұрыштың ені 9-ға тең екен. Ал енді бұның периметрін табу үшін 12 мен 9-ды қосамын, 21. Сосын 21-ді 2-ке көбейтем, ол 42 Д нұсқасы. 120 санының барлық бөлгіштерінің қосындысын табыңыз дейді. 120 санының барлық бөлгіштерінің қосындысын табу үшін 120-ны жай көбейткішке жіктейміз. 2-ке бөлсек 60, 2-ке бөлеміз 30, 2-ке бөлеміз 15, 3-ке бөлеміз 5, 5-ке бөлеміз 1. Яғни бұл жерде 2-нің кубы деп тұр, 2-нің кубы, одан кейін 3-тің 1 дәрежесі деген бар, сосын 5-тің 1 дәрежесі деген бар. Біз оны қалай есептейміз енді? Теңдемей қойын, осыдан шығады деп қойын. 2-нің кубы болып тұрса, бізде 2-нің кубына дейін 2-нің 0 дәрежесі бар, 2-нің 1 дәрежесі бар, 2-нің квадраты және 2-нің кубы деп тоқтаймыз. Осы дәрежелен бәрін қосып шығамыз. 2-нің 0 дәрежесі 1-ге тең, 2-нің 1 дәрежесі 2-ге тең, 2-нің квадраты 4-ге тең және 2-нің кубы 8-ге тең. Қосатын болсақ 15 шығады. Тура сол сияқты 3-тің 1 дәрежесін табу үшін 3-тің 0 дәрежесіне 3-тің 1 дәрежесін қосамыз. Сонда 1-ге 3-ті қоссақ, ол 4-ге тең. Ары қарай 5-тің 0 дәрежесі плюс 5-тің 1 дәрежесі. 1-ге қосамыз 5-ті тең 6-ға. Ал енді қосындысын табу үшін осы 6, 4 және 15-ті көбейтеміз. 15 пен 4-ті көбейтсек 60 болады, 60-ты 6-ға көбейтсек 360 болады, және де 1 деген бөлгіші бар, оны қосамыз 1-ді, сонда 361 бүкіл бөлгіштерінің қосындысы 361-ге тең екен. Түсінікті, осындай жеңіл әдіспен қолданамыз. Алдар көсеге жасыл, қызыл және ақ қалпақтар дейді. Қараймыз, қалпақтың саны, қалпақтың түрі деп айтайықшы, жасыл, қызыл және ақ дейді. 3 түрі бар екен. Одан кейін шапан бар екен. Сұр, көк және қара 3 түрлі шапаны бар екен. Бір пар етік және бір пар бәтеңке дейді. Так, аяқ киімі 2 түрлі екен. Осы алдар көсе көршілерін таңғалдыру үшін неше түрлі киіне алады дейді. Яғни осы үшеуін көбейте салған, сонда 18 шығады. Д нұсқасы. 26-шы есеп. Теңдеуді шешіңіз дейді. Бұндай теңдеуді шығарған кезде міндетті түрде ең бірінші ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлім 8-ге тең, сонда мына жерге 2-ден берем, мына жерге 4-тен беремді, көбейт. Бөлімдерін тастап кетеміз.
Сонда 5 азайту 9х, азайту 2 мен 3 қосу 5х-ті көбейтемін, сонда 6 азайту 10х болады. Бір ескеретін нәрсе, егер бөлшектің алдында минус таңба тұратын болса, келесі жақтағы амалға әсер етеді. Плюс болса минус болады, минус болса плюс болады. Тең 4 пен 5-тің көбейтіндісі 20, 4 пен 3х-тің көбейтіндісі минус 12х. Енді х-терді бір жаққа жинақтаймын. Сонда минус 9, минус 10 болады, минус 19х. 5-тен 6-ны азайтсақ минус 1, тең 20 азайту 12х. Минус 12х-ті плюс деп өткіземіз, сонда минус 19 плюс 12 минус 7х болады. Тең 1-ді плюс деп өткізсек, 20-ға 1-ді қосамыз, 21. Х-ті табу үшін 21-ді минус 7-ге бөлсек, минус 3. Бізде Б нұсқасы. Келесі. Рая мен Маржан дәптерлер сатып алды. Рая бір дәптерді 6 теңгеден, ал Маржан бір дәптерді 8 теңгеден сатып алады дейді. Маржанның сатып алған дәптерлерінің саны Раяның сатып алған дәптерлерінің санының жартысына тең дейді. Қыздардың қайсысы көп ақша төлейді дейді. Бұл жерде яғни Рая көп ақша төлейтіні көрініп тұр, яғни А жауабы. Рая көп ақша төлейді. Яғни жауаптарын орнына қойып, былай өзіміз логика тұрғыдан ойлап қарастырамыз. Мына берілген бөлшекті пайызбен өрнектеңіз дейді. Бұл жерде А куб пен А куб қысқарып кетеді, Б куб пен Б куб қысқарып кетеді. Және 20-дан 12-ні мен қысқартпай былай жаза салайын. 20-дан 12-ні мен пайызға айналдыру үшін мен оны 100-ге көбейту керекпін, яғни 100 пайызға. 20 мен 100-ді қысқартамда 5 болады, 12-ні 5-ге көбейтсек 60 пайыз деген жауап шығады. Ол бізде Б нұсқасы. Келесі 29 есеп. Сыйымдылығы 40 литр болатын автокөліктің багы 80% бензинмен толтырылды дейді. 80% деген ол 5-тен 4 бөлігі. Жүргенде бензиннің 25-і жұмсалды дейді. 25% дейді. Яғни 25% деген ол 4-тен 1. Бакте қанша литр бензин қалды дейді. Ең бірінші біз қанша бензин құйған табу үшін 40-ты көбейтемін 5-тен 4-ге. Яғни 40 пен 5-ті қысқартамыз. Мұнда 8 болады. 8 пен 4-тің көбейтіндісі 32 литр болады. Яғни бакке бастапқыдай 32 литр бензин құйылды. Сөйтіп жүргеннен кейін бензин өзінің 4-тен 1-ін жұмсалады дейді. Бензиннің 4-тен 1-і жұмсалады дейді. Сонда не істейміз? 32-ні 4-тен 1-ге көбейтеміз. Қанша жұмсалғанын табу үшін, Сонда 32 мен 4 қысқарады, 8 литрі жұмсалыпты. Сонда бакте қанша литр бензин қалған табу үшін 32-ден 8-ді азайта саламыз. 24 литр бензин қалады. Бұл А нұсқасы. Кеттік ары қарай. Катердің меншікті жылдамдығы x км/сағат, катер ағыс жылдамдығы 2 км/сағат өзенде ағыспен 1,5 сағат жүргенде қанша қашықтыққа баратындығын табыңыз дейді. Мұндағы x 18-ден кіші дейді. Яғни меншікті жылдамдығы 18-ден кіші. Яғни ара қашықтық формуласы катер ағыс жылдамдығы 2 км/сағат өзенде ағыспен болса, ағыспен жүрген кезде катер мен ағыстың жылдамдығы қосылып кетеді. Яғни x-ке мен қосу керекпін 2-ні. Және олар не істеді? 1,5 сағат жүрді дейді. 1,5-ға көбейтем. Міне, осы жерде орнына қойып есептей салам болды, жеткілікті. Бұл жерде x-тің орнына мен ең үлкен мән 18-ді қойып көрейін. Мына жерге 18-ді қоямын. Сонда не шығады? 18 қосу 2 көбейту 1,5. 18-ге 2-ні қоссақ 20, оны 1,5-ге көбейтем, сонда 30 деген шығады. Бізде 30 деген нұсқа А да жоқ. Бұл жерде С да жоқ, Б или Д деген вариант екеуінен біреуін таңдаймыз. Бізге нені табу керек? Қашықтықты табу керек. Қашықтық дегеніміз -1 бола алмайды, сондықтан Д нұсқасы сәйкес келмейді. Тек қана Б жауабы дұрыс. Яғни дұрыс жауабы Б деп белгілейміз. Түсінікті, ары қарай. Атқыш 15 рет атты, ол әрбір атқанда нысаныға дәл тигізетіні үшін 6 ұпай алатын болса, әр бос атқан үшін 2 ұпайынан айырылады. Атқыш ойын соңында 34 ұпайдан артық жинау үшін оның нысанаға дәл тигізу санын табыңыз дейді. Бұл жерде x-ті нысанаға дәл тигізу саны деп айтайық. Нысанаға тигізу. Сол кезде нысанаға тигізу x болатын болса, әрбір тигізген үшін 6 ұпай берілетін болса, демек 6x бұл нысанаға тигізгендегі жинаған ұпайы. Ол тигізгендегі, яғни плюс деп қояқшы, тигізгендегі. Ал енді 15 рет атып, x рет тигізген болса, демек біз нысанаға тигізбеген санын табу үшін 15-тен x-ті азайту керекпін. Яғни нысанаға не істемеген? Тигізбеген саны. Ол сан үшін менде 2 ұпайынан айырылады дейді. Яғни 2 ұпайға мен көбейтетін болсам, сонда 2, 15 азайту x ұпай болады. Бұл бізде тигізбеген ұпайлары. Ал енді айтады, атқыш ойын соңында 34 ұпайдан артық жинаған болса дейді. Яғни тигізген ұпайлар санынан мен тигізбеген ұпайлар санын азайтатын болсам,
үлкен 34-тен. Болды, енді осы теңсіздікті шығару керекпіз. Болды. 6х азайту, мына жерде жақшаны ашатын болсақ 30 плюс 2 мен х-тің көбейтіндісі 2х үлкен 34-тен. 6х-ке 2х-ті қосам 8х үлкен, мына 30-ды плюс деп өткізсек 64. Осыдан х үлкен 8-ден деген жауапты аламыз. Бізде х үлкен 8-ден д нұсқасында тұр екен. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Бірінші саннан екінші сан 3-ке артық дейді. Осындай есептерде бірінші және екінші сан деп жазып аламыз. Енді белгілейміз. Бірінші саннан екінші сан 3-ке артық болса, бірінші санды х деп белгілесек, екінші санды х қосу 3 деп белгілейміз. Ары қарай, бірінші санның 4-ке бөліндісі, яғни х-тің 4-ке бөліндісі, екінші санның 5-ке бөліндісіне тең дейді. Яғни х қосу 3-тің 5-ке бөлінге тең деп жатыр. Яғни бірінші санды тап, х-ті табуымыз керек. Осы пропорцияны шығарсақ жеткілікті. Болды, 4х қосу 3-ті көбейтеміз 4-ке және 5 көбейту х деп жазамыз, тең болады. Ары қарай жақшаны ашамыз. 4х плюс 12 тең 5х-ке. 4-ті минус деп өткізетін болсақ, сонда х тең 12-ге деген жауапты аламыз. Ол бізде д нұсқасы. Екі түзуінің қиылысуынан пайда болған бұрыштардың үшеуінің қосындысы 284-ке тең. Бұрыштардың әрқайсысының градустық өлшемін табыңыз дейді. Бұл жерде вариантпен қойып тексерсек те болады. Бірақ бізге екі түзу қиылысқан кезде жазықтықты 4 бұрышқа бөледі. Бірақ осы мына үшеуінің қосындысы 284 болса, жалпы шеңбердің градустық өлшемі бізде 360-қа тең. 360-тан 284-ті азайтсақ, бізде бір бұрышы шығады екен, қаншаға тең екені. Мынаны азайтатын болсақ, 76 шығады. Яғни 76 деген ол бізде А нұсқасында ғана бар. Қалғандарын бұлай қойып есептеп көруге болады. Ары қарай 34-ші есеп. Теңдеудің түбірін табыңыз дейді. Бұл жерде пропорцияны қолданамыз. 2-ні көбейтеміз 3 қосу 4 модульде х-ке, ол тең болады 30-ға. 2 мен 30-ды қысқартып жібереміз, мына жақта 15 қалады. 3-ті минус деп өткізіп жібереміз, сонда 4 модульде х тең болады 12-ге. Осыдан х тең 3-ке. Ары қарай біреу минуспен, біреу плюспен ашатын болсақ, бізде А нұсқасы екен. Келесі. Қолжазбаны компьютерде терушілердің біріншісі 9 сағатта, біріншісі, екіншісі деп тұр. Біріншісі 9 сағатта, яғни 1 сағатта ол барлық жұмыстың 9-дан 1 бөлігін теріп бітеді, біріншісі. Ал екіншісі 6 сағатта дейді, яғни 1 сағатта 6-тан 1 бөлігін теріп бітеді. Бірінші теруші қолжазбаны 3 сағат терген соң дейді, яғни біріншісін 3 сағат орындайтын болса дейді. Демек, ол 3-тен 1 шығады, көбейтіп жерсек. Сонда оған басқа жұмыс тапсырылады дейді, қолжазбаның қалғанын екінші теруші тереді дейді. Яғни 3-тен 1-ін бірінші теруші орындайды, қалғаны мынаған екінші терушіге қалады, 3-тен 2-сі қалады. Сонда қолжазбаны екінші теруші неше сағатта бітіреді болса, осын мен х-қа көбейтем. Яғни х бізде белгісіз, уақытқа көбейту деген сөз. Осы жерден х-ті табу үшін 3-тен 2-ін бөлемін 6-тан 1-ге, бөлу үшін 3-тен 2-ін көбейтемін 1-ден 6-ға. Міне, 6 мен 3 қысқарады, 2 мен 2-ін көбейтсек 4 шығады, ол А нұсқасы. 36-шы есеп. Барлық бөлшек 3 токырға бөлініп берілді дейді. 3 токыр десек, демек бірінші, екінші, үшінші деп жазып аламыз. Олардың біріншісіне барлық бөлшектердің 0,48-ін берді дейді. Яғни 3 токырға неше? Барлығы бізде х. Барлығы х деп белгілеп қояйық. Яғни 0,48х бірінші токырға берді. Ал біріншісіне берген бөлшектердің 6-тан 5-індей берілген дейді. Яғни 0,48-ді мен 100-ден 48 деп алайын. Соны көбейтеміз 6-тан 5-ге. Мына екеуін қысқартатын болсақ 20, 48 бен 6-ны қысқартатын болсақ мына жақта 8, 8 бен мынаны қысқартатын болсақ 2-ке қысқартайын, 10-нан 4 болсын. Сонда 0,4. 0,4 х-ын екінші токырға беріпті. Ал енді қалған 180-ін үшінші токырға беріпті. Сонда үшеуін қосқанда барлығы шығады. Сонда 3 токырға барлығы қанша берді, осы жерден х-ті тапсақ жеткілікті. Сонда мына үшеуін қосамыз. Мына жерге жазайын. 0,48 қосу 0,4 қосу 180, ол тең болу керек х-ге. Мына жерде х-тері бар, Міне, мына екеуін қосатын болсақ 0,88х болады. Тең х азайту 180. Ал енді мынаны азайтатын болсақ, минус 0,112х болады, тең минус 180-ге. Осыдан х-ті табу үшін 180-ді 0,12-ге бөлеміз, 1500 деген жауапты аламыз. Бізде А нұсқасы. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, бірден чатқа жазып отырамыз. Және ол жерде түсініксіз болып жатса, видеоны қайталап қарауға кеңес беремін. Келесі 37-ші. Теңсіздіктерді шешуде ең алдымен ортақ бөлме келтіріп аламыз. 4, 6, 3, 2-нің ең кіші ортақ кеселігі 12-ге тең. Сонда мына жерге 3-тен, мына жерге 2-ден, мына жерге 4-тен және мына жерге 6-тан береміз, бөлімдерін тастаймыз. 3-ті 5х-қа көбейтеміз. 15х азайтылған 9,
азайту 22х үлкен немесе тең. Мына 4-ті 2-ге көбейтсек 8, оны 1-ге көбейтсек 8 болады. 8-ді минус х-ға көбейтсек минус 8х болады, плюс 18х. Ары қарай ықшамдаймыз. 15-тен 22-ні азайтсақ минус 7х, минус 9 үлкен немесе тең. 8 плюс 10х. Х-терді бір жаққа жинақтаймыз. Минус 10 деп өткізетін болсақ, минус 7, минус 10-ымыз минус 17х болады. Үлкен немесе тең. Мына 9-ды плюс деп өткізсек, 8 бен 9-ның қосындысы 17 болады. Ал енді х-тің алдында теріс сан болып тұрған үшін теңсіздік белгі өзгереді. 17-ні минус 17-ге бөлеміз, минус 1. Яғни координаталық түзуде нүкте боялады, минус 1. Яғни теңсіздік белгісі санға қарай аузы ашылып тұрса, артқа қарай кетеді. Сонда минус шексіздіктен минус 1 аралығын жауап ретінде аламыз. Бізде Б нұсқасы екен. Түсінікті, иә? Ары қарай 38-ші есеп. Оқушы тақтаға тізбектес натурал 3 жұп сан жазды дейді. Яғни 1 сан, 2 сан және 3 сан жазды. Яғни олар натурал жұп сандар. Так, 3 жұп санды мен былай жазайын. Бірінші санды х десем, екінші саным х қосу 2 болады. Үшінші саным х қосу 4 болады. Міне, осылай белгілеп аламын. Ол сандардың біріншісі мен 2 еселенген екіншісінің және 3 еселенген үшіншісінің қосындысы 76-тан артық дейді. Так, былай жасаймыз. Біріншісі мен 2 еселенген екіншісі деп тұр міне. Сосын 3 еселенген үшіншісі деп тұр міне. Ол бізде 76-тан артық, бірақ 100-ден кем екен. Былай жасаймыз. 76-тан артық және 100-ден кем. Болды, осы теңсіздікті шығарамыз да, оқушы тақтаға жазған тізбектес натурал жұп сандардың біріншісі қандай сан екенін табыңдар. Яғни х-ымыз қандай сан екенін бағалаймыз. Бұл жерден 76, мына жерден жақшаны ашамыз. 2х плюс 4 плюс 3х плюс 12 кіші 100-ден. Ары қарай 76 кіші, х-ге 2х-ті қоссақ 3х болады, оған 3х-ті қоссақ 6х болады. 4-ге 12-ні қоссақ плюс 16 болады, кіші 100-ден. Енді 16-ның екі жақ бөлігіне минус деп өткізем. 76-тан 16-ны азайтсақ 60, ортада 6х, мына жақта 84 болады. Ары қарай 6-ны бөлу деп өткізем. Сонда 10, ортада х, ана жақта 14 болады. Келесі. Қантты судың ерітіндісінен қоспа дайындалды. Бірінші ерітіндінің массасы 200 грамм, ондағы қант 10%. Екінші ерітіндінің массасы 800 грамм, ондағы қант 20%. Үшінші ерітіндінің массасы 500 грамм, ондағы қант 20%. Яғни бұл жерде 3 қоспа қосылып тұр екен, былай жасаймыз. 3 ячейка саламыз да, үшеуін қосып, төртінші қоспаны пайда болды деп жазамыз. Енді осының массалары біріншісінікі 200 грамм болып тұрма, үстіне жазамыз. Ячейканың үстіне масса жазылады. 200 грамм, ондағы пайыздық үлес 10%-ды ячейканың ішіне жазамыз. Ары қарай, екінші ерітіндінің массасы 800 грамм, оның пайыздық қоспаның пайызы бізде 20%. Үшіншісі 500 грамм, ондағы пайыз 20%. Ал енді қоспа ерітіндінің неше пайыз қант дейді, яғни пайда болғандағы бұл жерде пайызын табуымыз керек. Ал енді оның массасы 200-ге 800-ді қосамыз 1000 болады, 1000-ға 500-ді қоссақ 1500 грамм болады. Болды, жазып алғаннан кейін барып, екінші қадам осын бәрін бір-біріне көбейтіп шығамыз, теңдеу құрастырамыз. 200-ді 1000-ға көбейтсек 2000, қосу 800-ді 20-ға көбейтсек 16000, қосу 500-ді 20-ға көбейтсек 10000, тең болады 1500 х-ге. Міне. Мынан бәрін қосып шығамыз. 12000-ға 28000 болады. Тең 1500 х. Мына 2 нөлдерін қысқартып тастаймын. Сонда х-ті табу үшін 280-ді 15-ге бөлемін. 5-ге қысқартатын болсақ, мұнда 3, мұнда 56 қалады. 56-ны 3-ге бөлетін болсам, бүтін бөлігі 18, 3-тен 2. Міне жауап пайыз. Бізде 18,3-2 деген сын нұсқасында тұр екен. Түсінікті, иә? Ең соңғы 40-шы есеп берілген теңдеулер жүйесінде бірінші тұрған х-тің жауабы, екінші тұрған y-тің жауабы. Егер мынандай теңдеу шығару қиын болып жатса, онда көп уақыт алып жатқан болса, онда бірден жауаптарын қойып тексере салсаңдар болады. Ал егер жоқ, біз математикалық тұрғыдан шығарамыз дейтін болсаңдар, ол кезде ортақ бөлім беріп шығарамыз. Біздің жағдайда 40-шы есептің жауабы Б нұсқасы. Х-тің орнына 6-ны, y-тің орнына 3-ті қойып есептеген кезде мына теңдіктер орындалады. Жалпы бүгінгі 40 есептің барлығын түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, чатқа жазып отырамыз, иә? Келесі сабақтарда кездескенше аман болыңдар.